Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекті видео рецептім үй жағдайында жасалатын өте керемет булочканың рецепті. Видеоның соңына дейін көріп, рецептімен танысып алыңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар: сұйық май, ұн, дрожж, тұз, ванилин, шекер, жұмыртқа және де разрыхитель қажет болады. Ең алдымен жылы сүтімізді шұңқырлау осындай табағымызға құйып, оның үстіне құрғақ масаларымызды кезек-кезек саламыз. Шекерді, тұзды, сосын жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Сұйық майымыздың жартысын құйып аламыз. Қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң ашытқымызды, разрыхительді және де ванилинді салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ашытқымен бірге разрыхительді қосып салсаңыздар, өте керемет болып ашып шығады. Әрі өте жұмсақ болып шығады. Булочка піскеннен соң бірден қатып қалмай әдемі болып тұрады. Енді електен өткізілген ұнды аз-аз порциядан салып, осылай қасықпен араластырып тұрып, өте жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр дайын болды деген кезде үстінен аздап сұйық май құйып, жақсылап тағы да илеп жібереміз. Енді ашу үшін 2,5 сағаттай жылы жерге қалдырамыз. Сол аралықта 2-3 рет қамырды қайтарып аламыз. Дайын болып шықты. Міне қамырымыз ашып, енді қолымызды аздап майлап алып, қамырымызды табадан босатып, жақсылап бірнеше бөліктерге дәл осы видеодағыдай бөліп аламыз. Дайындап алған майда зуалыларымызды 20 минуттай тындырып қоямыз бетін жауып. Міне қамырымыз тынып шықты. Тағы да оны жақсылап боқтаумен жұқалап етіп жайып аламыз. Енді булочкамыздың формаларын жасап аламыз. Әркім өзінің қалауы бойынша жасайды. Мен осылай жайып алып, сосын кішкене еріген сары майымызды осылай қолмен жағып шықтым алып, сосын үстінен 1 шай қасықтай шекерді сеуіп шығып, оның үстіне жарты шай қасық корицаны септім. Екеуін жұқалап жайып болғаннан соң, дәл өздеріңіз қалауларыңыз бойынша орасаңыздар да болады. Корицаны қаласаңыздар қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады, немесе оның орнына мақ қоссаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай домалақтап орап аламыз да, ортасынан пышақпен бөліп, екі шетін осылай орап, айналдырып шығамыз. Өте керемет форма шығады. Міне булочкалерімді осылай әдемі етіп түйіп алдым. Енді дәл осылай түйілген күйінде 20 минут көлемде тағы да тындырып аламыз да, дайын болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның ағы мен сарысын жақсылап араластырып бірге жағып шығамыз. Тек қана сарысын жақсаңыздар, жұмыртқасымен бірден қызарып, іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан екеуін бірге араластырып жағып, аз температурада пісіріп аламыз. Жұмыртқаны жағып болғаннан соң, алдын ала қызып тұрған пешке 30-35 минут бойы 220 градуста пісіріп аламыз. Міне, көрермендерім, булочкалер осылай әдемі болып шықты. Беті жылтырап тұру үшін әселді щетканың көмегімен бетіне жағып шықсаңыздар болады. Өте керемет жылтырақ, тәбеташар болып шығады. Қыздар, егер видеоң ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.